Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге 8-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған сабақты одан әрі жалғастыратын боламыз. Оның ішінде Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға деген өлеңіне арналған тапсырмаларды сіздермен бірге орындайтын боламыз. 1 мен 9 аралығындағы тапсырмалар назарларыңызға ұсынылады. Бұның ішінде 7-ші тапсырма сіздерде көрсетілмейді, ол тапсырма қосымша сіздерге жүктелетін болады. Енді зер салып қараңыздар. Бірінші тапсырмамыз өлеңді толық оқыңдар дейді. Яғни сіздер өз оқулықтарыңызды осы жастарға өлеңін оқыңыздар толық. Және де осы қазақ әдебиеті пәніне қосымша берілетін қазақ әдебиеті хрестоматиясы деген кітап сіздерде болуы керек, ол міндетті. Сол кітапта жастарға өлеңінің толық нұсқасын оқып шығыңыздар. Ал енді екінші тапсырмамыз өлеңнің идеясы мен тақырыбы неде дейді. Бұл өлеңнің жастарға өлең тақырыбы ақыл ой парасаты, ал идеясы жастарға ұлы ақын Абайдың білімін, парасатын, ақыл насихатын болашаққа жол сілтеуші ретінде ерекше бағалап көрсету. Абай ақынның кемеңгер даналығына бас иіп, одан үлгі алуға шақыру деп жауап береміз. Үшінші тапсырма берілген өлең жолдарының не түсіндіңдер? Абай жастарға қандай ақыл айтады? Яғни сіздердің кітаптарыңызда өлеңнен үзінді берілген. Бұл өлең жастарға не айтады десек, бұл өлең жолдарында Хәкім Абай жастарды білім алуға, әдепті болуға, ақылды болуға, надандықпен қастасуға, әділеттіліктің ақ жолында жүруге шақырады. Яғни Абай жастарға осындай ақыл айтады деп жауап беруімізге болады. Екінші, Абай және оның ақындық ортасы тақырыбына деректер жинастырыңдар дейді. Сіздерге кішкене дерек көздер келтірдім. Бұл дерек көзімізде Абайдың үлгі алған ақынның бастауы ретінде Байкөкшені, Дулатты, Сабырбай ақындарды жатамыз. Және де Абайдың ақындық ортасының қалыптасуына өзіндік үлесін қосқан тағы бір ақын қатарына Шортанбай Қанайұлын жатқызамыз. Мына мәліметті оқып, зер салып, көшіріп жазуларыңызға болады. Үшінші тапсырмамыз Абай мектебінің өкілдері туралы айтыңдар дейді. Енді Абай мектебінің өкілдері дегеніміз бұл Абайдың шәкірттері, Абайдың ақын шәкірттері. Осы Абайдың ақын шәкірттері туралы Мұхтар Әуезов былай дейді. Мұхтар Әуезов Абайдың ақын шәкірттері ретінде Ақылбай, Мағауия, Көкбай, Шәкәрім, Әріп, әсеттерді айтады. Абай шәкірттеріне Ақылбай, Мағауия, Кәкітай, Көкбай, Әріптерді Абайдың тура шәкірттері деп бөлсе, ал Абайдан үйренген шәкірттері деп Сұлтанмахмұтты, Көпеевті, Сәбит Дөнентаев ақындарды айтатын болған. Яғни біз Абайдың шәкірттерін екіге бөліп қарастыруымызға болады екен. Оның біріншісі Абайдың тура шәкірттері, яғни Абайдан үлгі алған, Абайдың көзін көрген ақындар болса, ал Абайдан үйренген дегеніміз бұл Абайдың ізін жалғастырушы, Абайдың поэзиясын өзінің поэзиясына үлгі ете ақындық жолын қалыптастырған шәкірттері деп бөлуімізге болады екен. Абай мектебі қазақ әдебиетінің дамуына қандай әсерін тигізді деп ойлайсыңдар? Және де бұл сұраққа да сіздерге барынша жауап бердім. Бұл бізде қазақ әдебиетімізде ақындық өнердің, ағартушылық өнердің, философиялық сарынның келуіне, одан кейін аудармашылықтың келуіне көп өзіндік үлесін қосты. Және де біздің фольклорымыздың өзінің дамуына өте жақсы үлесін қосты. Төртінші тапсырма Шәкәрім Құдайбердіұлының ақындық шеберлігіне сипаттама беріңдер дейді. Ақын, яғни Шәкәрім Құдайбердіұлы әрдайым халықпен бірге. Оның әшкерелеп бейнелейтіні де халық басындағы кемшілік, мақтан тұтары да халықтың қазынасы. Әр кезеңде жазылған бай мен қонақ, партия адамы, ей көп халық, өкінішті өмір, насихат тәрізді өлеңдерінде ұлтының басындағы халді шыншылдықпен бейнелеп көрсетеді. Ақын мысалдары да ерекше. Олар да сол кезеңнің тарихи дамуына тән ерекшеліктерді көрсетеді. Қос жұрттым атты өлеңімде кәрілік кезеңінен аяқ басқан лирикалық кейіпкер ақынның өзі. Өлең арқылы халқының өткен өміріне көз жібереді, бүгініне үңіледі.
Бесінші тапсырма: берілген үзіндіні пайдалана отырып бата алу ұғымына сипаттама беріңдер. Мұғалімнің кеңесі негізінде өз білгендеріңді айтып беріңдер. Назарларыңызға бата алу дегеніміз не? Шәкәрім жастарға өлеңінде осы бата алуға байланысты қандай үзінді келтірді, қандай сөз айтты, соның барлығын сіздерге ашып жазып көрсеттім. Мұқият тыңдап қараңыздар. Алтыншы тапсырма: шығарманың жанрлық ерекшелігіне, құрылысына әдеби талдау жасаңдар. Бұл жастарға өлеңінің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Тақырыбы ағартушылық тақырыпта, идеясы жастарды білімге, әдептілікке, асық надандықтан, қулықтан ада болуға шақыру. Енді сіздерге мен осы жастарға өлеңнің ең бірінші шумағын, яғни кел жастар, біз біртүрлі жол табалық, арамайлы зорлықсыз мал табалық, өшпес өмір, таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық деген өлең жолдарын талдап көрсетемін. Енді бізде бұл сіздердің кітаптарыңызда ұсынылған жастарға өлеңі толықтай 50 шумақты, одан кейін 4 тармақты. 4 тармақ дегеніміз, әрбір шумақ 4 жолдан тұрады. Кел жастар, біз біртүрлі жол табалық, бұл біздің бірінші тармағымыз. Арамайлы зорлықсыз мал табалық, бұл біздің екінші тармағымыз, яғни өлең жолымыздың екінші жолы. Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік бізде үшінші тармақ. Бір білімді данышпан жан табалық бізде 4 тармақ, яғни біздің бұл өлеңіміз 4 тармақты өлеңге жатады. Одан кейін 3 бунақты. Неге 3 бунақты? Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық. Мен өлең арасында кідіріс жасадым. Сол кідірісті, интонацияға берілген, интонация арқылы оқылған кідірісті біз бунақ дейміз. Мынау параллельно қойылған 2 сызық, бұл бунақтарда ажырататын белгі. Яғни бізде неше белгі көрсетіліп тұр? 3 белгі, яғни бізді бұл өлеңімізде 3 бунақ бар. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық. Байқасаңыздар, мен әр сөзді оқығанда кідіріс жасап тұрмын. Сол біздің бунағымыз. Одан кейін буында ажыратамыз. Буында ажыратқан кезде бұл қазақ тіліне тән сөйлемде, сөздерде қанша дауысты дыбыс болса, соншалықта буын болады деген. Мысалға, кел жастар. Біздің бұл сөзімізде 3 дауысты дыбыс бар, яғни 3 буын. Біз бір түрлі, бұл жерде бізде 4 дауысты дыбыс бар, яғни 4 буын. Жол табалық, бұл жерде бізде 4 дауысты дыбыс, яғни 4 буын бар. Енді бұл барлығын қоссақ 3 болды, 4 болды, 4 болды, яғни 8. 8-ге 3-ті қоссақ 11. Яғни біздің бұл өлеңіміз 11 буынды екен. Одан кейін ұйқасты ажыратамыз. Бұл ұйқаста қарасаңыздар, өлең жолдарымыздың әрбір тармақтың соңы табалық, табалық, берерлік, табалық деп тұр. Енді табалық, жол табалық А, мал табалық А, мал берерлік бұл бізде ерекше, яғни Б деп белгілейміз. Жан табалықты А дейміз, яғни қазақ әдебиетінде А, Б, А ұйқасы бізде қара өлең ұйқасына жатады. Яғни біздің бұл өлеңіміз, жастарға өлеңіміз 50 шумақты, 4 тармақты, 3 буынақты, 11 буынды А, Б, А қара өлең ұйқасына жатады. Дәл осындай үлгіде өздеріңіз 50 шумақтың ішінен кез келген бір шумақты алып, дәл осы үлгіде талдасаңыздар болады. Өте түсінікті деп ойлаймын. Екінші тапсырма: өлеңдегі көріктеу құралдарын тауып, дәптерлеріне жазыңдар. Өлеңнен сатиралық, ирониялық көркемдеу тәсілдерін тауып, қандай мағынада айтылғанына назар аударыңдар. Өлеңде көріктеу құралдарының ішінен эпитет кездеседі, аллитерация кездеседі және ассонанс кездеседі. Енді сіздерден сұрап тұр, сатиралық және ирониялық көркемдеу тәсіліне байланысты жазылған өлең жолдарын табыңдар дейді. Оны да сіздерге тауып көрсеттім. Мұқият сіздер салып қараңыздар, және де ирония дегенне, сатира дегенне ережесін ашық жазып көрсеттім оқушылар.
Мына жерде қараңыздаршы, оқушылар ирония дегеніміз кекесін, яғни келемеждеу, кекету дегенді білдіреді. Енді мына өлең жолдарында үлкендерді мінез жоқ таңданарлық, олардың қылған ісі ұрлық-қарлық. Арам ойды ақыл деп ардан күсіп, түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық дейді. Яғни бұл жерде үлкендерді біздің ақынымыз, үлкендерді не істеп тұр, кекетіп тұр, үлкендерді келемеждеп, күлкіге айналдырып тұр. Яғни біздің мына қоғамымыздағы үлкендерде жастар дейді. Мына біздің үлгі алатын үлкендеріміздің бойында, тал бойында бізге үлгі берерлік ешқандай мінез құлық жоқ деп ашып көрсетеді. Яғни бұл жерде жастарға үлкендерді келемеждеп, кекету арқылы жастарды дұрыс жолға бағыттайды. Мына Лұқпан Хакимнен сұраған ғой кезінде, осы әдептілікті кімнен үйрендің дегенде, әдепсізден үйрендім деп. Сол сияқты мына үлкендердің бойындағы кемшіліктерді көріп, сол кемшіліктерден жирене отырып, өздеріңді тәрбиелеңдер дейді, біздің ақынымыз, жазушы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Енді сатира деген не? Сатира көркем шығармада өмірдің бір жағымсыз жақтары мен құбылыстарын күлкі ете, бұл жерде енді мысқылдай суреттеу. Ирониямыз бізде кекету болса, бұл сатира бізде мысқылдайды. Үлкендер ұмтылмайды ұғайын деп, мен дағы бұл қылықтан шығайын деп. Айтқан сайын аяғым кері басады, құлағына мақтаны тығайын деп. Яғни мына біздің қоғамымызда үлкендер өздері бір жақсыға ұмтылмайды, және ол жақсыны өздері ұмтылмағанымен ұмтылмай тұрып, біздің жастарды да өзінің ұрпақтарында сол жақсылыққа бауламайды дейді. Олардың көргені тек қана мынау арамдық, көрсе қызарлық, бір жаңа халалды ойламайды, тек харамның жолында кеткен. Одан кейін бірде жау болып отырады, бірде бір-біріне дос болып отырады, бірде жаңағы құдайын еске алса, енді бірде өз құдайын еске алып отырған біздің үлкеніміз, біздің ақылшымыз, біздің қоғамымыз жоқ деп, сол қоғамдағы құбылысты осы жағымсыз, үлкендердің жағымсыз қасиеттерін мысқылдай суреттейді. 9-шы тапсырма, жастарға өлеңінен өз түсінгендеріңді қорытып эссе түрінде жазыңдар дейді. Мен сіздерге шағын ғана эссе көрсеттім. Дәл осы эссенің негізінде әрі қарай менің ойымды жалғастырыңыздар, немесе дәл осы эссені үлгі ете отырып, Абай үлгісін, Абайдың айтқан ақылын басшылыққа ала отырып, шағын эссе құрап жазсаңыздар болады, оқушылар. 10-шы тапсырма, берілген өлең жолдарын негізге ала отырып, жастар құндылықтары туралы кестені толтырыңдар. Яғни игі құндылықтар, теріс құндылықтар, шешім жолдары. Сіздерге бір шағын үлгі ретінде көрсеттім. Дәл осы үлгіні басшылыққа ала отырып, әрі қарай толтырыңыздар. Игі құндылықтар өте көп. Ақылдылықтан, білімділіктен өзге, одан кейін мынау теріс құндылықтар, қазіргі жастардың бойынан өздеріңіз қандай нәрсені байқайсыздар, немесе мына өздеріңіз қатар оқушылардан қандай нәрсені байқайсыздар, білімге келгенде, талпынысқа келгенде, өнерге келгенде, соның барлығын ашып жазып көрсетсеңіздер болады. 11-ші тапсырмамызда 2 тапсырма берілген, оның бірі Шәкәрім өлеңдерінің өміршеңдігіне зер салыңдар десе, 2-ші тапсырма менің жастық шағым қалай өту керек тақырыбында өздерінің өмірлеріне жоспар құрыңдар дейді. Енді мен ойлаймын, бұл 2-ші тапсырмасын әркім өзінің өмірінің жоспарын өзі құрады, сондықтан бұл әркімнің өзінің жеке бір орындаушылық қабілетін көрсететін бір жеке тапсырмасы болуы керек деп, енді 1-ші тапсырмасын мен сіздерге кішкене арнайлап ашып көрсеттім. Әрі қарай мәліметтерді толықтырсаңыздар болады, оқушылар. Міне, оқушылар сіздермен бірге жастарға өлеңіне арналған 1-9 бой кешіріңіздер, 1-11 аралығындағы тапсырмаларды жақсы орындадық деп сенемін. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көрдіңіздер деген ойдамын. Және де құрметті оқушылар, дәл осындай сабақ 1 жыл көлемінде жалғасын десеңіздер, дәл осындай сабақ маған көмегін тигізеді, осындай сабақтардың өте көп шығарылғандығын қалаймын десеңіздер, онда менің әрбір ұсынған видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, қолдай отырыңыздар дегім келеді. Және де егер сіз менің YouTube каналыма тіркелмесеңіз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Себебі мен жаңа айтып өткенімде
негізінде бұндай сабақтар 1 жыл көлемінде толықтай өз жалғасын табады. Егер сіздердің тараптарыңыздан өте жақсы қолдау берілетін болса, одан кейін оқушылар менің ұсынған әрбір сабағымды міндетті түрде соңына дейін көріп отырыңыздар және өз бағаларыңызды беріңіздер. Өзге де оқушылармен бөлісіңіздер дегім келеді. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі сабақта кездескенше.